Ассаляму алейкум, урмәтле сәрҗеләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген декабрьнең 3 салы көне. Без сезләргә Украинада вә дөньяда улып кечкән вакыйгалар хакында тариф итмәгә азармыз. Русия ордусы Украина топракларына терк этмек керек. Буны Нормандия дорты саммитында Украина башлыклары беклей. Бу вакытта Украина тышкы эшләр назиры Вадим Пристайко өз Твиттер сәйфәсендә язды. Бу иле бу мәмләкәтебез иштирак иткән дигәр саммитларында да әсас оларак кала. Лондрада НАТО саммитында чыгышында Эвелисе Вадим Пристайко белдерде. Иттифакнен аман-аман 30 еллык ишбарлык Украина НАТОның там азасы Масынаве президент Зеленский Вашингтонда аңлашманы имзаламасына үміт бере. Майдан давалары тақиқ девам етілежек. Бүгін топлашы вақтында Украина юқары радасы тақиқлер Девлет бюросы қанунына қол тұтты. Қабыл етілген түзетмелерден бірісі Майдан даваларынен оғырашқан баш прокуратурасы тақиқатшылары ярышта иштирак етмейіп, тақиқлер Девлет бюросына кечежеклеріне айт. Бұның сайысында Майдан даваларының тақиқ тоқтамайжақ бұл қанун лейхасы қабыл етілбесі башқа күнлерге қалдырылғаны себебінде. Он 3 күн әвелісі көк юзу ақырабаларының адвокаты Евгения Закревская ачлық ілян еткен еді. Дуже важливо були врятовані справи Майдану. Мойма Майдан давалары куртарылды. Зянаддашларымызны бу канунга кол тутмага тек жемаат тарафындан басқа олғаны üçün инандырып болдық. 5 күн içinde мудир вазифесі вақтынча ижра еткен тайын етілежек. Трубаве оның муавинлері іштен чықарылacak. Әмді коллектив месулиетсізлік ярыне реберлік олacak. Основна идея президентского, нагадаю, законопроекта. Президент канун лейхасының эсас ғайысы тақиқлер Девлет бюросының мұстақилігіні арттырмақ еті. Бүгінден бұл назерлер кабинетіне таби олған ичрак икаметінің меркези органы. Озын норматив ақыларының эпса аққанда назерлер кабинетінен келіші. Шының үшін бүгін тақиқлер Девлет бюросының қабаржылыққа қаршы бюросының бір sıраға кетірмеге қарар алынды. Украина гейт қапанды деп сая бірлешкен девлетлерінің президенті Дональд Трамп. Более етіп, о Украина президентінің дорд гарби газеталарға берген интервьюсіне жавапланды. Бұндан ғайры Зеленский Америка президентінің демократик фырқадан Америка президенті намзетіне Джо Байденның оғлы Хантер Байденге қаршы тақиқ башламасы қанданлашмаларына рет етті. Дональд Трамп өз Твиттер сәйфесінде адисе қапанды деп сайғана қандай яздыве демократик фырқаны өз ішлеріне қайтмаға давет етті. Айны заманда бірлешкен девлетлерде Конгресте Дональд Трампның импичменті давасы құсусында дінлевлер девам етмекте. Донбасста женг себебінден 430 bin бала зарар көрді. Бұл рақамларны ЮНИСЕФ білдіре балалар құршын әтешіне оғрамаға ве жайрап ятқан майынларға басмаға қорқусында яшайлар. Веда бербат етілген мектеплерді оқуйлар. Тәшкілят тарафларыны Украина шарқында арби әрекетлеріні тоқтатмаға давет еті. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының бала фондының мәліматына көре женгнің 6 елы ішінде Донбасста 172 бала яраланды яда әләк олды. Чинның иқтисадиеве арби құдретінің көветлешу в НАТО аза мемлекетлері огынды яны телекелерге кетірді. Бұл вақта иттифақның баш кетібі Йенс Столтенберг білдірді. Оның айтқанына көре Чин яны селяларны тақдим еткен шу жүмледен Европа ве Шимали Америкаға барып еті білген қыталарға ракеталар. Бұндан ғайры мемлекет дүнияда екенже ән бұйық арби бюджет сайбы олаве. НАТО Пекинның Европа, Африка, Арктика ве кибернетик садаки әрекетлеріні көзеті. Да бір тәліке, Русия иттифақ Русияны душман кебі көрмесе біле, НАТОның мемлекетлерінден бірісінде Қырым сценарийіне керчеклештірмеге бермес. 2008 сенесінден башлап тәшкілятының азасы олмасына идея еткен Украина ве Гурджистанға есе дестек білдірмеге ве НАТО стандартларына ордуларыны кечірмеге ярдым етмеге сөз берелер.
Biz Gürcistan ve Ukrainanın işbirlik koryamiz ve bu tamam azlıqtan da az dedi. Şimdi Ukraina ve Gürcistan'a NATO'ga yakınlaşmağa yardım etemiz, destek gösteremiz ve bu hem olar hem biz için faydalıdır. 20-нчы асырның башында Киев интерактив харита шәкілінде тарихчылар тақымы 100 ел әвелсі шәр сәкенлерінің әр күнлік яшайшыны көстере. 1916 сенесі харитасында тәсіл муассиселері, күтупханелер, хастаханелер, азық ве алкоголь тюкенлары ве атта шу дәвердегі жинайетчілер қайд етілген. Лиха қында тәфсилатлыжа мұхбирымыздың левхасында. Хрещатик Играм, bizim күнлерімізде bu адрес бойынша пайтақтың мерkezінде главпочтамп. İnqilaptan evvelki Kiyev'de ise bu yerde iki tükan edi. Alkogol ve bakkal malları satılaydı. 1916 senesi bu tükanlar çaypap alınған edi. Bu malumatını öğrenmek için Kiev interaktif haritada binaga basmak gerek. Bu malumatны ve umumen haritаны tarihçılar ve studentler kullana bile. Aslında harita o şehri onun tarihinen meraklanған kimge gerekli ola bile. Bu harita pek çok malumatını körültmege ve herkes için onu anlayışlı yapmağa ıntılılıdır. Mında binalar kimnin nasıl nakliyat parve ve yerde şehirnin medeni hayatı olğan hakkında öğrenmek mümkün. Одним з найбільших плюсів і, напевно, гордість. Лейхамызның ғұруру 1925 сенесі Киевның топографик планы. Ахыр соны оны әлде етіп олдық. Киевның земаневи харитасына оны қошып, суғақларының белгелері денішкеніні ве eski шәр земаневи шәрден пек фарқлы олғанını көрмек мүмкін. 1916 senesi İnqilaptan evvelki Kiyev'nin sonki malumat kitabı çıktı. Tam bu kitaptan interaktif harita için malumatının çoğusu alındı. Bu malumat kitabında Kiev İnqilaptan evvel olğan kıbı gösterilgen, son kelgen vakayalar onu pek deniştirdi. Bundan evvelki yıllar ise pek parlak edi. Şunun için 1916 senesi bizim leyhamız için en çok gelişti. Gelecekte de 20 ve 30 senelere koşulacak. Biz endi Sovet devrini gösterecekmiz. Leyhada bütün 20. asırını göstermek isterdik. Belki de daha artqa qaytıp 19. asırını da göstermek. Bunun beraberlikte gelecekte daha İngiliz ve leh tilleri koşulacak ve telefon kullanımı da hazırlanılacak. Gaz atıqlarının eksiltuvu dünyаны global ısınuvdan kurtaracak. Böyle Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres saya. Bunu o Madrid'de Birleşken Milletler Teşkilatı'nın iklim konferensiyasında bildirdi. Onun aytqanına göre atıqlarının 45% eksiltuvu bugünümüzdeki 10 yılga vazife. 2050 senesine yakın karbon neytraliteti olmalı. I was not disappointed by the pledges made by 2050 senesine yakın karbon neytralitetine erişmege istegen anıvı 70 memleket meni kuvandırdı. Bu gayege gerçekten kol tutkan şirketler, banklar hiç ayrette kaldırmadılar. Ama karşı taraf gözümden çıktı. En çok atıkları olğanlarının problemalar var. 2020 senesine karbon neytraliteti gayesini kabul etmeliler. Bu pek mühimdir. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz da çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuyup bilesiniz. UATV ile olunuz, özünüzge muqayt olunuz, sağlıqmen qalınız, yarınға qadar görüşkенде.